Ассалаумағалейкум достар, көңілгелеріңіз қалай, менің оқырмандарым, қалайсыздар? Мен енді осы карантин басталғалы бері менде көп видео шықпай кетті. Соңғысы бір 2 ай бұрын шыққан болатын. Карантин келгенде мен өзімде кішкене есеңгіреп қалдым. Бірақ мен қайтадан регулярно, сіздерге айтайын, регулярно видео шығаратын боламын, сөз берем. Менің оқырмандарым, сіздерді 15 мамыр отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз осы шараға байланысты Ойыл аудандық мәдениет үйімен бірге концерт жүргізген болатынбыз, тікелей эфир. Бірақ өкінішке орай Инстаграмдағы тікелей эфир сақталмай қалып, олар сол концертті қайтадан түсіріп, YouTube каналдарына салатын болып шешті. Мен де сол жерде өлең айттым. Сол Ойыл аудандық мәдениет үйінде жұмыс жасайтын ағамызбен бірге сол өлеңді өздеріңізге табыс еткім келеді. Кеттік. Аспаны ашық, бірлігі бекем, ұлттары тату, тірлігі көркем, жері бар байтақ, бауырмал халқым, бақыттың кілті бірлікте екен. Жері бар байтақ, бауырмал халқым, бақыттың кілті бірлікте екен. Бабадан қалған аманат болған, мәңгі ел болу басты мұратым. Қара шаңырақ Қазақстаным, дара шаңырақ Қазақстаным, жайнай бер мәңгі Ғажапстаным. Қара шаңырақ Қазақстаным, дара шаңырақ Қазақстаным, жайнай бер мәңгі Ғажапстаным. Ұлы даланың ыраны болам, күндесір қайтын жүрені болам. Ойлайтын елін, қорғайтын жерін, ұрпаққа үлгі ұланы болам. Ойлайтын елін, қорғайтын жерін, ұрпаққа үлгі ұланы болам. Бабадан қалған аманат болған, мәңгі ел болу басты мұратым. Қара шаңырақ Қазақстаным, дара шаңырақ Қазақстаным, жайнай бер мәңгі Ғажапстаным. Қара шаңырақ Қазақстаным, дара шаңырақ Қазақстаным, жайнай бер мәңгі Ғажапстаным. Бабадан қалған аманат болған, мәңгі ел болу басты мұратым. Қара шаңырақ Қазақстаным, дара шаңырақ Қазақстаным, жайнай бер мәңгі Ғажапстаным. Қара шаңырақ Қазақстаным, дара шаңырақ Қазақстаным, жайнай бер мәңгі Қазақстаным, жайнай бер мәңгі Қазақстаным. Достар, қалай, мен айтқан өлең ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, және каналыма жазылып кетіңіздер. Айтпақшы достар, осы концерттің толық нұсқасын көргілеріңіз келсе, описанияға Ойыл аудандық мәдениет үйінің Инстаграм парақшасын қалдырып кетем. Сол парақшаға тіркеліп, концертті көріп, көңілдеріңізді бір көтеріп қалыңыздар. Тағы да барлықтарыңызды мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Сау болыңыздар.